Бүгінгі өңірімізде ашылған Мағжан орталығы және Солтүстік Қазақстан өңірінің білім басқармасы арасындағы ынтымақтастықты нығайту мақсатында меморандумға қол қойдық. Жалпы оның мақсаты халық арасында, оқушыларымыздың арасында, ата-аналар арасында Мағжанның шығармашылығын насихаттау, Мағжанның шығармашылығы арқылы өскелең ұрпаққа патриоттық сезімдер, отансүйгіштік сезімдерін ояту. Бүгін біз үшін, Мағжан орталығы үшін ерекше күн. Біз облыстық білім басқармасымен өзара меморандумға қол қойдық. Онда алдағы уақытта бірлесіп атқаратын жұмыстарымыздың көкжиегі айқындалды. Бұл енді ойлаймын біздің жұмысымызға, қызметімізге жаңа серпін береді. Бүгін Мағжан орталығы мен Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Бұл біз үшін үлкен мәртебе әрі жауапкершілік. Меморандум серіктестікті нығайтуға, кәсіби мүмкіндіктерді кеңейтуге және мұғалімдердің шеберлігін арттыруға бағытталған маңызды қадам болды. Бұл өз кезегінде өңірдегі білім беру сапасын арттыруға ықпал етеді. Іс-шара аясында Мағжан орталығы мен әдістемелік орталықтың бірлескен жұмыс жоспары бекітілді. Мағжан өмірі балалар үшін, жас жеткіншектер үшін үлкен екенін білеміз. Міне бүгінгі күні осы орталықтың директоры болып Сүлейменов Жарасбай Қабдолұлы қызмет жасап жатыр. Бұл кездейсоқ емес, себебі бірнеше жылдан бері Сүлейменов Жарасбай ағамыз сол кісінің өмірін зерттеген адам, Мағжан танушы. Сондықтан бұл бүгінгі қойылып жатқан меморандумның маңызы зор деп ойлаймын. Енді ақынның мұрасы мәңгілік. Ақынның өзі айтқандай, мен өлмеймін, менікі де өлмеймін дегендей, осы жұмыс әрі де жалғасын табатын болады. Енді біз педагогтер тарапынан бұл жұмыс осымен шектелмейді. Алда әлі талай ғылыми шығармашылық жұмыстар, практикумдар, вебинарлар, дөңгелек столдар ұйымдастыратын боламыз. Біз бүгін осы отырыста сол жұмыс жоспарын ұсындық. Балаларымыздың рухани дамуы, өз еліне деген патриоттық сезімі және де баланың жан-жақты болуына үлкен үлес қосатынына сенімдіміз.